басталады. Онда ханзада Леон оны және мұрагер ханзаданы құтқарады. Екеуі де жедел түрде ауруханаға жеткізіледі. Патшайым бұл жаңалықты естіген сәтте оның жүрегі тақ мұрагер үшін қорқыныштан қатып қалады. Ол қайда бара жатқанын әрең көріп, ауруханаға асығады. Сол жерде ол премьер-министр Ли мырзаның алдында тұрғанын көріп, тақ мұрагерін қорғай алмағаны үшін оған айқайлай бастайды. Көліктің оған бағытталғанына және біреу оны жоюға тырысқанына сенімді болған, ол одан тынышталуын сұрайды және Ян патшаның жағдайы өте ауыр, жағдайы жақсы деп сендіреді. Патшайым оны көруге келеді және оның жақсы екенін көргенде жеңілдеп қалады. Бірақ ол ханзада Йеннің апат кезінде болғанын және көлікті қалай болса да тоқтатуға тырысып, сол иығына зақым келтіргеннен кейін операцияға жатуға мәжбүр болғанын естігенде қатты таң қалды. Осы кезде ассистент Ли мырзаны шетке алып, онымен оңаша сөйлесуді сұрайды. Ол апаттың суреттері әлеуметтік желіде тарап кеткенін айтады. Өкінішке орай, Хью Чжудың көлігі назар аударды, ал корольдік гвардияның көліктері апат болған жерден және қауіпсіздік камераларынан алыс болды. Біз сондай-ақ Хью Чжудың есінен танып қалғанын білдік, бірақ талдаулар оның жақсы екенін растайды. Өкінішке орай, патшайым олардың әңгімесін естіп қалды. Ол Хью Чжудың артта қалғанын білгенде ашуланып күйіп кетеді. Ол бұл апаттың артында әу бастан тұрды. Ол қатты ашуланып, Худжудың палатасына баса көктеп кіріп, оны ауруханада қорламақ болған. Бірақ Ли мырза оның жолын бөгеп, оған кірмеуге кеңес берді. Дәл қазір адамдар Хужудың көлігі апатқа ұшырады деп сенеді. Оның жанында тақ мұрагері болды, ал ханзада Леон құтқару кезінде жарақат алды. Олар абайсызда жол ережесін бұзғаны үшін қаза тапты. Егер барлық егжей-тегжейлер сыртқа шығып кетсе, барлық кінә тақ мұрагеріне жүктеледі. Бұл нағыз корольдік жанжалды тудырады. Содан кейін күтпеген салдарға әкелуі мүмкін. Ол оны сарайдың беделін және оның жеке мүдделерін бәрінен де жоғары қорғау үшін жасырын әрекет ететініне сендіреді. Осы уақытта біз Джой мен қызметшінің операция бөлмесінің кіреберісінде тұрғанын көреміз. Олар ханзада Леон үшін алаңдаудан есінен танып қала жаздады. Дәрігер шығып, операцияның сәтті өткеніне және ең көбі 1 сағаттан кейін оның палатасына ауыстырылатынына сендіреді. Ол қолының жақсы екенін, сынықтары жоқ екенін, тек жеңіл жарақат алғанын растайды. Осыдан кейін Ли мырза кетіп қалады да Чойдан Хужудың бөлмесінің алдындағы күзетшілерді күшейтуді сұрайды. Өйткені ол оған алаңдап, оянған кезде дереу хабарлауды талап етеді. Осы кезде тақ мұрагері есін жиды. Оның ойындағы бірінші нәрсе Хью Чжу. Аяқтары оны тікелей бөлмесіне апарады. Ол оның алдында тұрып, апат болған сәтті, оның оны қалай қорғағанын және оған өзінен гөрі көбірек қамқорлық жасағанын есіне алды. Ол келіп, оның қолына тиген сәтте, ол өзінің ауырсынуын ұмытып, тез оянады. Ол жазатайым оқиғаны есіне алғанда, оның жарақат алуы мүмкін деп қорқып, үрейленеді. Ол көлікті алып кетуді талап еткені үшін үнемі кешірім сұрайды. Бұл апатқа әкелді. Олар бір-бірін екеуінің де жақсы екеніне сендіреді. Бірақ кенеттен ол ханзада Леонды есіне алып, ол туралы сұрайды. Ол күлімсіреп, оған ұқсамайтынын, есінен танып қалмағанын айтады. Ол дереу операцияға жіберілді. Ху Чжу ханзада Леонның жараланғанын естіген бойда, ол оның бөлмесіне қарай жүгірді. Ол оны құтқарып, өзін ренжіткені үшін ұрыса бастады. Ол оның бетіне еңкейіп, оның бет әлпетінен басқа ерекше ештеңесі жоқ деп әзілдеп, жағдайды бәсеңдету үшін оны мазақ етті. Шынымды айтсам, ол оған өте мейірімді, тіпті ол оған шынымен ғашық болып қалғандай қарайтынын айтқанға дейін. Ол оның сөздеріне күледі, бірақ оның оған шынымен ғашық болғаны анық. Келесі күні біз Туйджу мен оның әйелі оның жаңа мәртебесіне сай болу үшін жаттығып жатқанын көреміз. Кенеттен оған әкесі қоңырау шалып, Хужу тудырған апат туралы айтады. Ол теледидарды тез қосып, барлық жерде Castle Beauty иесі Хужу туралы жаңалықтарды көреді. Ол полиция әлі тергеу жүргізіп жатқан кезде жоғары жылдамдықпен келе жатқан. Мұны естіген Тайджу есінен танып, әйелін алып, әкесімен кездесуге асығады. Ауруханада хатшы пайда болып, Худжудың бөлмесіне кіруге тырысады. Бірақ күзетшілер оны Худжу шығып, оны өзіне тиесілі деп ішке кіргізгенше тоқтатады. Сол жерде хатшы оған апаттан болған апатты көрсетеді. Бұл апат, оның компаниясының акциялары небәрі 3 минуттың ішінде құлдырап кетті. Ал директорлар кеңесі шиеленісіп, ауруханадан шыққан бойда онымен кездесуді талап етуде. Юджу оның айтқанының бәрін елемейді және әкесі мен ағасының бұл жаңалықты естігеніне ренжіді. Бірақ ол туралы ешкім сұрамады және оның жағдайын тексерген жоқ. Хатшы өзінің әдеттегі драмалық мінез-құлқына ашуланып, апаттың қалай болғаны туралы үнемі сұрақтар қойып, оны мас күйінде айыптады. Хиджу тежегіштердің істен шыққанын және оның жанында мұрагер ханзада болғанын түсіндіреді. Сондықтан тергеу құпия сақталуы керек және бұл туралы ешкім, тіпті баспасөзде білмеу керек. Мен білемін. Хатшы жай ғана күйзеліске түсіп, есінен танып қалады. Мен оған бұл некеге басынан бастап араласқанын айтамын. Оның өмірінде ханзада Леон пайда болғаннан бері бәрі төңкерілді. Күн сайын жаңа бақытсыздықтар әкеледі. Оның үстіне жұмыртқа лақтырудан бастап, сарайды өртеп жіберді деген айып тағылып, қазір ол өліп қала жаздады. Хужу ханзада Леон оның өмірін сақтап қалды деп жауап береді. Хатшы бұл қайталанатын сөйлемге ренжіп, бір-бірін жақсы көретіндей сөйлейтінін айтады. Ал шын мәнінде ол 3 жылдан кейін ажырасады. Өйткені бұл келісілген неке. Өкінішке орай, Ли мырза кездейсоқ кіріп,
бәрін естіді. Ол Хью Джудың Ханзада Леонға сүйіспеншілікпен үйленбейтінін білді. Ол оны қалай сендірді? Ол онымен бетпе-бет келді және ол бұл мүдделер алмасуға негізделген өзара тиімді неке екенін мойындады. Ол тіпті оған 3 рет үйленуге ұсыныс жасады. Әр жолы ол бас тартты. Ол оған бәрі бар екенін еске салады. Ақша, талант, амбиция, бірақ оның мәртебесі жоқ. Оның жанында премьер-министр Ли мырза отыр. Ол оған жақындап, егер ол Ханзада Леонға тек мәртебесі үшін үйленетін болса, онда оған үйленгені жақсы болар еді деп айтты. Келесі күні Худжу Ханзада Леонның бөлмесіне кіреді, бірақ оның ауруханадан бұл туралы айтпай-ақ кетіп қалғанын білгенде қатты таң қалады. Ол оған жетуге тырысады, бірақ ол жауап бермейді. Ол олардың некелері ұзаққа созылмайтынын сезіне бастады. Хатшы оны таңертең Ли мырза қасында болған кезде, бөлмесінің сыртында тұрған кезде көргенін айтады. Ол бірдеңе айтты ма деп сұрайды. Хужу Ли мырзаның сөзін есіне алады және олардың әңгімесін естіген болуы керек деп күдіктенеді. Сондықтан ол жауап бермейді. Ол шошып айқайлайды. Бірақ одан да қатты таң қалдыратын нәрсе Ханзада Леон қызметшілеріне оны корольдік пәтерден шығарып, барлық заттарын қайтаруды бұйырды. Тіпті оның атына жазылған карточканы да қайтарып алды. Ол шыдай алмай сарайдан шығып, оны шақыра береді, бірақ ол жауап бермейді. Оның Ли мырзамен сөйлескенін шынымен естігенін білгенде, оның неке тек пайда табу үшін жасалғанын айтқанына таң қалдық. Және әлеуметтік мәртебе. Ол қатты ренжіп, бірінші аялдамаға шығады. Худжу оған ойын ойнаудың орнына онымен бетпе-бет кездесуді сұрайтын хабарлама жібереді. Ол сарайға барып, онымен бетпе-бет келіп, оған бұл туралы айтпай-ақ ауруханадан қалай шығуға болатынын сұрайды. Содан кейін оны қуып жібереді. Ол мұның артында патшайым тұр деп күдіктенеді, немесе оның әңгімесін естіген болуы мүмкін. Ли мырзамен әңгіме. Ол оған жазатайым оқиғаның қасақана болғанын, оны біреу өлтірмек болғанын және сол себепті ол жоспарын өзгертіп, некелерін бұзатынын айтады. Ол шошып, одан қалай бас тартуға болатынын сұрайды. Ол патшайым себеп болуы керек деп талап етіп, тақ мұрагері онымен бірге жүруді талап еткенін еске салады. Бұл оның кінәсі емес еді. Егер жазатайым оқиға қасақана болса, онда ол жәбірленуші. Бірақ ол улы сөздермен жауап береді. Ол ережелерді бұзатын және проблемалармен таққа қауіп төндіретін ол сияқты адамға үйлене алмайтынын айтады. Мұны естіген Хужу шынымен ренжігенін және сынғанын сезеді, бірақ ол оның алдында мақтанышын сақтайды. Осыдан кейін біз Тайджудың әкесімен бірге отырып, оны Юджуға қарсы арандатқанын көреміз. Ол оған апаттың егжей-тегжейлерін көрсетіп, оның көлікті жоғары жылдамдықпен басқарғанын және мас күйінде болуы керек екенін айтып, оны Ханзада Леонмен қарым-қатынасы үшін және компания акцияларының құлдырауы үшін айыптап, бұл туралы ескертті. Компания кез келген уақытта құлдырауы мүмкін. Осы кезде Худжу кіріп келеді. Олар ол туралы жаман сөздер айтып жатыр. Ол сабырлы түрде оларға жақын арада шындықты ашатын және заттардың болған оқиғаға ешқандай қатысы жоқ екенін растайтын ресми мәлімдеме жариялайтынын айтады. Әкесі Ханзада Леонның оны сарайдан қуып жібергенін, пайдаланғанын, содан кейін тастап кеткенін білетінін айтып, оны таң қалдырды. Ол біреудің соңынан ергеніне ашуланады, бірақ ол оны да пайдаланды деп сабырлы түрде жауап береді. Олардың үйленгені туралы хабар тараған бойда компанияның акциялары шарықтап кетті. Ол ашуланып, барлық табыстан кейін акциялардың аздап құлдырауының еш айыбы жоқ екенін қосады. Кетер алдында ол оған үнемі қоңырау шалудың орнына келесі жолы қоңырау шалуын сұрайды. Содан кейін ол кетіп, хатшыға қоңырау шалып, көлігін жөндеп жатқан соңғы механикті табуды бұйырады. Сарайда біз Чой мен Ханзада Леонды көреміз. Олар неге кенеттен Хью Чумен ажырасып, олардың келісімін тоқтатты деп таң қалды. Леон екіленіп, содан кейін ол үшін қорқатынын айтады. Ол анасының жол апатынан қайтыс болғанын және Ли мырзаның бұл апат қасақана болғанын және оның көлігі зақымдалғанын айтқанын есіне алады. Оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін оны сарайдан аулақ ұстауға кеңес берді. Оның ойынан оянған ол Чойға оның мәртебесіне лайық қоштасу сыйлығын дайындау керектігін айтады. Келесі күні Чой корольдік іс-шараға, корольдік банкетке шақырумен келгенде, Хужу таң қалады. Бұл өте маңызды оқиға. Ол оған Ханзада Леон арнайы жіберген қымбат көйлегін сыйға тартады. Ол оған ақ киім киюге болмайтынын айтады. Өйткені оны тек патшайым ғана киеді. Чой оған банкетке бару оған көптеген корольдік шақырулардың құлпын ашатынын, бизнесін өркендететінін және олардың қарым-қатынасының аяқталмағанын растайтынын еске салады. Бір қызығы, осының бәрінен кейін Хужу қатысудан бас тартады. Ол оған некелерінің аяқталғанын айтады. Сондықтан оның кетуіне ешқандай себеп жоқ. Чой сарайға оралып, Ханзада Леонға Хужуға келуін өтінгеннен кейін оны қуып жібере жаздағанын айтқанын айтады. Бірақ ол үзілді-кесілді бас тартты. Кейінірек патшайым Ханзаданың қасына отырып, оның Худжумен қарым-қатынасының тағдыры туралы сұрайды. Әсіресе оны корольдік пәтерден қуып жібергенін естігеннен кейін. Ол оны қорғау үшін жасағанын және некені бір шартпен жалғастыруға шешім қабылдағанын айтады. Ол оны Худжуды корольдік банкетке жеке өзі шақырады. Өйткені ол оның ажырасқаннан кейін азап шеккенін қаламайды. Сол күннен бастап Ханзада Леон оны шақырған сайын ол оны есінен танып қалды деп ойлай бастағанға дейін бас тартты. Чой оған барлық құқықтары бар екенін айтады. Ол оны жарты жолда тастап кеткеннен кейін онымен ешқандай қарым-қатынаста болғысы келмейді. Осыдан кейін біз хатшының Худжуға қоңырау шалып, механикті іздегенін және ол туралы ақпарат ала алғанын хабарлағанын көреміз. Бірақ өкінішке орай,
ол одан ешқандай соттылық таппады. Худжу бірден өзінің ақыл парасатын пайдаланып, шеберхананың қарсы бетіндегі супермаркеттегі бақылау камерасын тексеруді сұрайды. Қоңырау біткен бойда Худжу Ханзада Леоннан онымен кездесуді сұрайтын хабарлама алады. Ол оны қарсы алуға барады және ол абдырап, оған бәрін дайындап қойған кезде банкетке қатысудан неге қорқатынын сұрайды. Оның киімі, сыртқы келбеті, тіпті этикет сабақтары. Ол оған қарап, мен қайда барсам да қиындық тудырып, апатқа ұшыратамын деп айтпадың ба? Дейді. Онда неге менің банкетке қатысуымды талап етесің? Ханзаданы қорғайтынын айтады. Әсіресе олар әлі үйленбегендіктен және мұның бәрі бұрыннан болған. Бұл әлдеқашан болған. Егер олар шынымен үйленсе, тағы не болуы мүмкін? Ол орнынан тұрып, оны қорқақ деп атайды. Кенет ол жебені алып, мысқылдап, сен мысықтарды жақсы көретін сияқтысың, дейді. Мүмкін оларды қорғауға тырысу керек шығар. Ол оқ атпай тұрып, ол алға ұмтылып, оның жебесін жұлып алып, қолын жарақаттап алады. Ол оның есінен танып қалған болуы керек екенін айтады. Ол оның қолынан ұстап, біреуді қорғау үшін оған шабуыл жасау және оған қарсы тұру керек екенін айтады. Ол одан тек мойынсұнушылықты көрді. Сондықтан ол өзінен төмен тұрған адамдарға ұтыла береді. Ол одан қалаған нәрсесі жай ғана мәртебе емес екенін айтады. Ол өз мақсаттарына жету үшін күресуі керек. Осы кезде біз компания командасының механикті табу үшін қауіпсіздік камераларын бақылап жатқанын көреміз. Олар ақыры оны камералардың бірінен байқап, оның Castle Card қолданбасы арқылы төлегенін анықтады. Нағыз таңғалдырғаны, бұл компанияны Хью Джудың әкесі басқарады. Кейінірек біз Ли мырзаның ай сәулесінде тұрғанын көреміз. Ол оған ұсыныс жасаған кезде Хью Джудың сөзін есіне алады. Біз оның одан бас тартқанын білеміз. Өйткені оның өкілеттік мерзімі небәрі 5 жыл. Тіпті Ханзада Леон онымен ажырасып кетсе де, ол әлі де корольдік отбасынан шыққан Ханзада Леон болып қала береді. Бірақ Ли мырзаның жағдайы мүлде басқа. Ол тағы бір мерзімге бас бостандығынан айырылуы керек. Оның эмоцияға емес, пайдаға басымдық беріп, бәрін мұқият есептегені белгілі болды. Соңғы күні Ханзада Лиан Худжуға телефон соғып, оның банкетке қатысуын сұрайды. Себебі бұл оның мүддесіне сай. Ол өзіне де, мысықтарына да зиян тигізгісі келмегені үшін кешірім сұрайды. Ол да оған берген уәдесін орындай алмағаны үшін кешірім сұрайды. Келесі күні компанияда Чой Хью Чудың банкетке қатысатынына қатты қуанды. Ол банкет хаттамасына қатысты барлық нәрсені егжей-тегжейлі түсіндіруді жалғастыруда. Ол оған әрбір қонақтың патша сарайында ресми дәрежесі бар екенін және бұл дәреже олардың әлеуметтік иерархияға негізделген қай жерде отыратынын анықтайтынын айтады. Ол банкеттің екіге бөлінгенін түсіндіреді. Бірінші бөлім патшайым қонақтарды қарсы алатын және олармен танысатын шағын жиын. Екінші бөлім қонақтардың серіктестері, министрлер кабинетінің мүшелері және корольдік отбасының аға мүшелері қатысатын кейінгі банкет деп аталатын үлкен іс-шара, әлдеқайда үлкен және сәнді. Дегенмен, ол оған ресми атағы жоқ екенін айтады. Өйткені ол мемлекеттік қызметкер де, дворян да емес. Бұл оның залдың соңында әрқашан соңғы қатарда отыратынын білдіреді. Хужу күліп, демек, егер мен үйленген болсам, мен қазір алдыңғы қатарда отырар едім, дейді. Бірнеше күннен кейін банкетке дайындық басталады. Патшайым өте қуанышты, өйткені Хью Джу оған қатыспайды, немесе ол солай ойлайды. Кенеттен, ескертусіз, Хью Джу оның алдына заманауи, талғампаз ақ костюм киіп, барлық ережелер мен хаттамаларды бұзып, оған қарсы шыққандай көрінеді. Патшайым ашулы, бірақ өзін ұстайды. Ол ақсүйекпен бірге көшеде серуендеуге бел буады. Ал Хиджудың күн астында өзін жайсыз сезінетінін байқаған кезде, ол мұны өз пайдасына пайдаланып, оны әлі де екінші сыныпта оқитынын еске салу үшін ыстықта ұзақ қашықтыққа жүруге мәжбүр етеді. Кенеттен бәрі таңғалады. Өйткені Ханзада Леон Хьюге өзінің жеке басын жақындатады. Ол одан өзін қалай ұстау керектігін үйретуін сұрайды және енді олай жасамаймын деп уәде береді. Біреуге мойынсұнып, онымен бірге бар күш-жігеріңмен күрес. Олар барлығының көз алдында абыроймен бірге жүреді. Кейінірек Юджу қызметшісінің көмегімен таңғажайып көйлек киіп, үлкен оқиғаға дайындалады. Ханзада Леон емтихан нәтижесін күтіп тұрған адам сияқты оны қобалжып күтеді. Оны көрген сәтте оның сұлулығына мүлде таңғалады. Дәл осы кезде тақ мұрагері Ян тойға дайындалып жатыр. Патшайым оның қатыспауын өтінгеніне қарамастан, ол мерекені бұзуға тырысатын кез келген адамды жою үшін өзінің қатысуын талап етеді. Осы уақытта патшайым банкетке министр Ли мырзаның сүйемелдеуімен әдемі киінген көрінеді. Ол асыл қызды таңдайды және Ли мырзаға бұл қыздың Ханзада Леонға сәйкес келетінін меңзейді. Бұл жағдайды бақылауға тырысқандай және Хью Джу жақында кететін қонақ екенін білдіреді. Банкет басталғанда Ханзада Леон өзінің ресми киімімен кино жұлдызына ұқсап Хью Джудың қолынан ұстап кіреді. Ол Золушка сияқты керемет көйлек киген. Олардың сұлулығы мен талғампаздығы барлығын таңғалдырады. Олар бірге алғашқы биін бірге бастайды. Бидің ортасында Ханзада Леон барлығын таңқалдыратын романтикалық қимыл жасайды. Ол бір тізе бүгіп, анасы патшайым Феннің сақинасын пайдаланып, барлығының көзінше оған үйленуге ұсыныс жасайды. Худжу бұған әрең сенеді. Ол сақинаны таққанда қуанышқа бөленеді. Бірақ Ханзада Леон мұнымен тоқтап қалмайды. Ол оның қолынан ұстап, мұрагер Ханзада Янға барып, олардың некелеріне батасын беруін сұрайды. Патшайым Янды тоқтатып, оны бас тартуға мәжбүрлеу үшін жынды сияқты жарысады. Бірақ мұрагер Ханзада Ян орнынан тұрып, өзінің мақұлдауын жариялайды.
баспасөз камералары алдында некеге батасын беріп, әр сәтті түсіреді. Бұл жаңалық дала өртіндей тарап жатыр, және олар үшін ашуланған патшайымнан басқаның бәрі қуанады. Содан кейін біз Ли мырзаның абдырап, есеңгіреп, тыныс алу үшін сыртқа шығып бара жатқанын көреміз, өйткені ол бәрі ыдырап кеткендей сезінеді. Патшайым оған жақындап, оны өз мүмкіндігін пайдалануға көндіруге тырысады. Оның некені бұзуға құқығы бар, бірақ ол мұрагер ханзаданың өзі мақұлдағандықтан, оның бұйрықтарына қарсы шыға алмайтынын айтып, бас тартады. Ол оны тастап кетеді. Патшайым қайтып келеді, ал ханзада Леон оны билеуге шақырады. Ол оған оны осылай алдай аламын деп ешқашан ойламайтынын айтады, және бұл некенің оңай жалғасуына жол бермейтінін ескертеді. Ол мұрагер ханзада шығарған патша жарлығына қарсылық білдіре алмайтынын, және егер ол некенің жалғасуын қаласа, бұл оның шарттарына сәйкес болатынын айтады. Басқа ешкімде жоқ. Ол марқұм патшаның өсиетін өзгерту туралы қауіпті құпияларды білетінін айтып, оны таң қалдырды. Ол аң-таң болып, оның тұзаққа түскенін түсінді. Екінші жағынан, Хужу Ли мырзамен билеп жатыр. Ол олардың мектептегі жылдарын есіне алып, оған әлі де қамқор екенін көрсетті. Ол одан бұл некеге қарсы болмауын және өзін дәлелдеуге мүмкіндік беруін сұрайды. Ол бір шартпен келіседі. Ол оған өтірік айтуды доғарып, шыншыл болады, ал оның орнына ол оның жағында болады. Банктен кейін Худжу патшайымның сақинасына өте риза. Ол ханзада Леонға анасының бұл сақинаны үнемі тағып жүргенін көргенін айтты. Олардың қарым-қатынасы тек өзара тиімділік үшін некеге тұруға келіскеніне қарамастан, барған сайын тығыз бола түсуде. Ханзада Леон күліп, сақинаның ұлттық қазына екенін, және ол ажырасқаннан кейін оны қайтарып алатынын айтады, бірақ оның оған байланып қалғаны анық. Кейінірек Чой хатшымен бірге отырады, және оның оған ғашық болғаны анық. Содан кейін ханзада Леон Хьючумен бірге кіреді, ал хатшы оған барлық бұқаралық ақпарат құралдары ол тудырған сенсациядан кейін сұхбат алғысы келетінін айтады. Хьючу бірден келісіп, ханзададан сұрайды. Ханзада Леон оған келесі күні сұхбат кезінде сақина тағуға рұқсат береді. Сонымен бірге Тай Чу әпкесінің ханзада Леонға үйленетініне қуанышты болып көрінеді, бірақ ол бірдеңе дұрыс емес деп күдіктенеді. Әсіресе механиктің қайтыс болғанын білгеннен кейін бұл маңызды нәрсе болатынын білдіреді. Келесі күні асыл шен келіп, патшайыммен кездесіп, оның бұл некеге келіскеніне таң қалды. Ол оған ештеңе істей алмайтынын айтады, өйткені бұл патшаның жарлығы, бірақ одан да үлкен мәселені ашады. Ханзада Леон марқұм патшаның өсиеті туралы бәрін біледі. Біз патшаның өз өсиетінде ханзада Леон таққа отыруы керек деп жазғанын білдік, бірақ ол өсиетті бұзып, өртеп жіберді және оның орындалуына жауапты болды. Ол тақ мұрагері оның орнына таққа отыру үшін қайтыс болды. Ол раңқа бұл некеге оны қолдағаны үшін емес, оған қарсы тұра алмағаны үшін келіскенін айтты. Оның орнына ол Худжудың ханзаданың әлсіздігі екенін дәлелдеп, оған бірден қауіп төндіретінін айтты. Содан кейін Худжу баспасөзге сұхбат беріп, ханзада Леон туралы әдемі сөйлеп, олардың сыныптастары екенін айтып, оның оны қалай қорғайтынын атап өтті. Сонымен бірге ханзада Леон сұхбаттарды көріп, оның кінәсіздігіне күліп, оған шынымен ғашық болғанын анық көрсетеді. Кейінірек Хьюджу ханзада Леон оның қорғауына қайта оралуын сұрағаннан кейін корольдік пәтерге оралады. Өйткені олардың арасында тыңшы да бар. Патшайымға есеп беру. Осыған байланысты оны қарау үшін сарайда онымен бірге болуды шешеді. Келесі күні Худжу сарайға Ли мырзамен бірге ханзада Леонмен кездесуге келеді. Ол әсіресе осы оқиғалардан кейін олардың үйлену тойы корольдік болады деп шешті. Бұл адамдар ұзақ уақыт сөйлесетін күн болуы керек. Олардың әңгімесі кезінде Ли мырза Хучуға жақындауға тырысады және онымен әзілдеседі, бірақ ханзада қызғанышпен қарайтыны анық. Ол бар болғаны 2 күннен кейін оның әйелі болатынын есіне алады. Сондықтан ол бұлай әрекет етпеуі керек. Бірақ ол Ли мырзаның олардың келісімі туралы білетінін білгенде шошып кетті. Ол Ли мырзаға сенгені үшін Хиджумен айтысады, бірақ ол Ли мырзаның ең көп сенетін адам екеніне және олардың мақсаттарына жету үшін оның олардың жағында болуы керек екеніне сендіреді. Әсіресе ол оған толық сенбейтіндіктен ханзада Лаян және оған сенеді. Мен оны кез келген уақытта тастап кете аламын. Осыған байланысты екеуі бірге отырып, неке шарттарын жаза бастайды. Бұл 3 жылға созылады және олардың арасында болып жатқанның бәрі құпия болып қалуы керек. Олар аяқтамай тұрып, патшайым кіріп, қағазды тез жасырады. Ол олардың сонда болғанын естігенін және оларды кешкі асқа шақыру үшін жеке келгенін айтады. Өйткені олар жақын арада бір отбасы болады. Олар дастархан басына жиналып, күліп, әзілдеседі. Бірақ патшайым ханзада Леонды әкесі мен ағасы туралы сөздермен арандатып, олардың өліміне кінәлап, олардың арасына сына салуға тырысады. Худжу бұдан былай шыдай алмайды. Ол оның қасында тұрып, оны көтеріп алып кетеді. Ол оған өзін әрең ұстап тұрғанын айтады. Өйткені олар әлі үйленбеген, бірақ егер мүмкін болса, патшайымның шашын жұлып алар еді. Ол оны үйленгеннен кейін оның жолында тұрған кез келген адамды жоятынына сендіреді. Ол оның сөздеріне күліп,
оны сарайдан алып кетуін сұрайды, өйткені ол одан және онымен байланысты барлық нәрселерден шаршады. Ол оны өзімен бірге яхтасына апарады, одан айырылған барлық тамағын тамақтандырады және оны өмірінің шектеулерінен босатуға тырысады. Оған аздап еркіндік сезінсін. Олар бірге тамаша уақыт өткізіп жатыр. Біз сондай-ақ банкет алдында ханзада Леонның оған жеке өзі барғанын білдік және олар өздерінің махаббат хикаясының осыдан көп бұрын басталғанын көрсету үшін бірге биін жаттықтырды. 5 және 6 эпизодтар осымен аяқталады. Біз келесі эпизодтарды көрсетеміз деп уәде бердік. Олар экранға шыққан бойда оларды бақылаңыз, лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Сау бол.